Баршаңызға қайырлы күн. Мен арнама қош келдіңіздер. Достар, бүгін біз өте дәмді, өте жұмсақ болып пісетін және де денсаулыққа пайдалы бауыр котлетін дайындайтын боламыз. Ең бірінші өзіме қажетті бауырды блендермен езіп алдым. Еттартқыштан өткізсеңіздер де болады. Енді өзімізге қажетті пияз, яғни бір бас пиязды осылай ұсақтап алдым да, оны да блендермен ездім. Пияз бауырға дәм беру үшін қажет. Достар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Бауыр денсаулыққа өте пайдалы, қан аздыққа, аяқ ауыр келіншектерге өте пайдалы болып келеді. Сондықтан да бауырды жиі қолданыңыздар. Осылай бір стакан сүт, сұйық май құятын боламыз. Одан соң 2 жұмыртқа қостым және де електен өткізіп алған ұнды қосатын боламыз. Аздап бұрыш қостым дәм беру үшін, және де тұз салатын боламыз. Сарымсақ қоссаңыздар да болады. Ол да бауырдың котлетіне ерекше дәм берері анық. Ұнды жайлап қоса отырып, жақсылап араластыратын боламыз. Достар, егер сіздер әлде мені арнама тіркелмеген болсаңыздар, онда мені арнама тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны міндетті түрде басыңыздар. Мінекей біздің массамыздың қойылуы дәл осындай болды. Мен табама қыздырып, аздап май құйып, енді котлеттерімді пісіруді бастайтын боламын. Екі жағын ауыстыра отырып, барлық котлеттерімді осылай пісіріп алдым. Өте жылдам, тез ақ дайын болады. Мінекей достар, біздің котлеттеріміз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте дәмді, өте керемет шықты. Жөп жұмсақ, жеген кезде де керемет. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны міндетті түрде басыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.